Донор сенің күнің атты бүгін облысымызда қан тапсыру акциясы қарқын алды. Еліміздегі донорлық мәселеге қоғамның ықыласын аударуға шақыратын республикалық акцияны қолдап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің қызметкерлері қатысты. Солтүстік Қазақстаннан бері жалғасып келе жатқан іс-шараның эстафетасын бүгін жамбылдықтар қабылдады. Аталмыш шара осымен 8-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Акциямыздың маңыздылығы ол сенің күнің донор деген сол акцияны қолдап отырмыз. Соның маңыздылығы осы ауруларға біздің осы қандарды қажеттілігі кезінде пайдалану үшін. Қан тапсырғаннан басқа өзіміздің денсаулық сақтауымызды да жақсарту жағынан да осы өзін дұрыс әсер етеді деп ойлаймыз. Бұл жолы жиналған қан лейкемия және онкология ауруына шалдыққан балғындардың еміне бағытталады. Донор боламын деген адамға барынша ыңғайлы жағдай жасалған. Қан тобыңыз анықталған соң міндетті түрде терапевт дәрігер қарайды. Қан тапсырушының қан қысымы тексеріледі, салмағы өлшенеді. Әрбір аймақта 1000 адамға 40-60 донор келу керек. Біздің Жамбыл облысындағы көрсеткіш бүгінгі таңда 17 болып отыр. Бізге келетін донорлардың 52%-і ауруханада жатқан аурулардың туысқандары. Енді ішіндегі 42 қана пайызы олар жаңағы ақысыз добровольный ретінде тапсыратындар. Біздің қазір мақсатымыз осы соңғы категориядағы донорлардың санын көбейту. Акцияға өңіріміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің жеке құрамы толық қатысты. Яғни 100-ден аса адам қан тапсырды. Жамбылдық қан банкі 50 литр қанға толықты. Акция соңында Жамбыл облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Маңғыстау облысына эстафетаны тапсырды. Гаухар Оспай, Ерболат Дәулетәлі, жаңалықтар қызметі.